Ағыбай батыр туралы тағы да бір дерек оқыдым. Аттың тұлпары деген әңгіме. Ағыбай батырдан Әлихан Бөкейханов атамыз бата алып сөйлесуге барған екен. Сонда көп деген әңгімелер болып, көп оқиғаларды естіп, Әлихан Бөкейханов Алаш арыстаны, өздеріңіз білесіздер ғой, 9 тіл білген мықты мынау орыстарды төке кезінде шыр айналдырған кісі. Ақыры орыстар түбіне жетті, атып 38-ші жылы халық жауы деп атып, 80 жас 70-тің үстінде қартайған кезінде атып өртеп жіберген. Сол сүйегі сол Мәскеуде қалды күлі. Орыстар сондай қорлық жасаған біздің ата жауымыз. Әлихан Бөкейханов жас кезінде сәлем беріп барып біраз әңгімелерін естіп, Әлихан Бөкейханов атамыздың Ағыбай батыр туралы Қызыл қайнар тек тұрмас деген үлкен кітап жазған. Өз аузынан естіген деректердің бәрін. Ол атамызбен бірге келмеске кетті. Орыстар құртты, өртеп, асып, жойып ол кітапты. Сол Әлихан Бөкейханов атамыздан сұрапты, аттың жүйрігін көрдіңіз бе, батырын көрдіңіз бе, әйелдің сұлуын көрдіңіз бе деп 3 сұрақ қойған екен. Соның жаңағы аттың жүйрігін көрдіңіз бе дегенде Ағыбай атамыз сөз бастапты. Арқадағы 40-шы күнім тағы деп. Содан бір күні жаңағы ауылда жатсам, ауылдың үстінен әжептәуір қаралы адам келді деген, 60-70 шақты адам келді деп хабар салыпты. Содан ауылдан сөйлесіп тілдесуге атқа қонып, алдан шығып сөйлесау деген соң алдан шықтым дейді. Жас жігіт кезі ғой. Сөйтсем жаңағы іргеден ат шығып атқан жас батыр Саржан деген батыр, Қасымның ұлы, Қасым төренің ұлы, Кенесарының туған ағасы екен. Сол жас жігіт кезі оның да орыстармен соғысып ат шығып атқан. 60 адаммен келіпті. Ассалаумағалейкум амандасып, уағалейкум ассалам Ағыбай батырмен. Ой, сен батыр деп іздеп келдім. Мына 60 жігіт әкеп тұрмын, сен бір 40 жігіт шығарсаң, мына іргедегі Ақбастауды орыстар басып алыпты. Қазақ ауылдарын шауып өдетіп баратыр. Сен 40 жігіт шығар, мен 60 жігіт, 100 қаралы адам болып барып шабайық. Бетін қайтарып тойтарайық. Сөзге көнетін емес. Деген соң келісіп, аттан түсіріп, үй тігіп, ас, мал сойылып, сол жерден ас ауқат ішкізіп, содан жолға шықтық дейді 100 қаралы адам. Содан Саржан төре айтты дейді, жаңағы Саржан батыр. Ақке, мына жаудың іргесіне таяп қалдық, ат терлетіп, аттың терін алайық. Содан Ағыбай батыр өз дағы жігіт кезі, 20-ның үстіндегі жанып тұрған кезі. Сол кезде арқада менің ақ бестімнен жүйрік ат, өзіне мықты бір жігіт көрмей тұрған кезім дейді. Саржанның астындағы атқа қарадым, тайдай бір сарғасқа ат. Қарадым да қойдым дейді. Көзге қараш көрініп. Содан көкбестің біраз бәйгеден келген нарбас көк ат, баяғы көтер батырдың астында алдына қара салмай келген 300 аттың алдында. Не бір бәйгені алдына салмай келіп еді. Кішкене көкбестімнен озып қайда барады деп, содан сол кезде батырлар жүйрік аттарын ортаға шығарып, ат шабатын баланы дайындап, ат тосатын жерді ұзап жүріп барып, ат тосатын жерді күттік дейді. Одан әрі күттік, бері күттік, ат келе жатыр. Содан бұйырса мен көкбестің қалар деп сенімді отырған. Шаң көрінді, айқай шу қиқу. Қараса жаңа Саржан төренің тайдай көкқас, сарғасқа ат, жұлдызай ағып келе жатыр дейді. Ойпырмай Ағыбай батыр мазам кетті дейді. Көкбестім жығылып, баламан бекен, атаман бекен, жығылып қалдым екен, бұл қалай болды, қастандық болды ма, не болып қалды екен деп сол уайымға түстім дейді. Содан іле-шала көкбестімнің қарасы көрінді дейді. Құйрық түстесіп келді дейді артынан. Бірақ жаңа Саржанның сарғасқа аты келді дейді. Содан
бұл қалай болды екен деп ойланып, біраздан соң кермедеулі бәйгеден келген аттардың арасына аралап кеп, жаңа баяғы Саржанның сарғыс атына кеп қарасам, тайдай боп қораш көрінген сарғасқат сынып кетіпті дейді. Нән есікпен төрдей. Сөйтсем, нағыз жүйрік екен. Мен дұрыс баға бермеппін қораштан. Сөйтсем, бойын жасыратын ат екен дейді. Мынау негізі үсім жүйрік аттар, талантты, тылсын болмыс қой, сондай Құдайдың бір берген қасиеті. Масаттану, мақтану, марқаю деген жоқ. Бойын жасыратын қасиет қой. Ат бойын жасырған екен дейді. Нағыз жүйрік екен дейді сонда. Сондай осындай ат туралы жаңағы батырлардың ертеліктегі серігі ғой бұл. Сол батырлардың серігі. Қашқан қуғанды қуып тыққан нағыз батырлардың серігі, жүйрік аттары болған. Ат деген жылқы заты қашаннан бері қазақ халқының жанынан табылған серігі ғой, қиын заман кезде де, қуаншылықта да. Осындай батырларымыздың жүйріктері болған, серіктері.